Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын малиновый чизкейк жасайтын боламыз. Өте қолжетімді заттардан жасалынады және жасалу жолы да қарапайым. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Егер де жасайсаңыздар, өкінбейсіздер. Ал бастайық. Кез келген осындай құрғақ печеньені алып, жақсылап үгітіп аламыз. Дәл осылай өте ұсақ болуы тиіс. Құрғақ ыдысқа саламыз осылай. Және де еріп тұрған сары майды бетіне құямыз. Лопатканың қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Қол салып қажеті жоқ. Осылай жақсылап араласады. Дайын болған массаны астына фольга орап, мен кольцоға салдым. Егер де сіздерде арнайы форма болса, қолдана беріңіздер. Менде кольцоның диаметрі 18 см. Лопатканың көмегімен осылай жақсылап жайып аламыз да, бетінен стаканның көмегімен немесе қасықтың кез келген заттың көмегімен шет-шетіне бортик жасап, жақсылап форма жасайтын боламыз. Міне формамыз дайын, бір шетке қойып қойыңыздар. Егер де бөлме ыстық болса, тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Чизкейкке халал желатин қолдандым. Желатинді алдын ала процесті бастамай тұрып, осылай суға, салқын суға жібітіп қоямыз. Бұқтырып қоямыз, яғни. Малинаны езіп алатын боламыз. Менде қатырылған малина, бізде қыс мезгілі болғандықтан, егер де балғын малиналарыңыз болса, соны қолданған тіпті жақсы. Жақсылап езіп алатын боламыз. Малинаны езіп болғаннан кейін творожный сыр екеуін араластыратын боламыз. Осы жерде сгущенка құюды ұмытып кетпеңіздер. Менде видеода түспей қалыпты. Үшеуін жақсылап тағы да біріккенше езіп алатын боламыз. Міне массамыз дайын. Осы дайын болған массаның бетіне ерітілген желатинімізді құямыз. Желатинді, бұқтырылып тұрған желатинді микроволновкада 30 секундта немесе водяной баняда ерітіп алыңыздар. Тек қайнап кетпеуі тиіс. Міне осындай сұйық болады. Суытып, массамыздың бетіне қойып, бірденен жылдам араластырып жібереміз. Дайын болған осы массаны формамыздың ішіне құямыз. Сіздерде кішкене сұйықтау болуы мүмкін. Менде қатырылған малина болғандықтан кішкене осындай болып тұр. Егер де кішкене сұйық болатын болса, уайымдамаңыздар. Желатин жақсы болса, жақсы қататын болады. 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 2-3 сағат өткеннен кейін осы ақ шоколадпен және де сливкиді араластырып ганаш жасайтын боламыз. Егер де микроволновка болса, микроволновкада ерітіп алыңыздар. Мен жай отта осылай тікелей ерітетін боламын. Дайын болған ганашты осы қатып тұрған чизкейктің бетіне айналдыра жақсылап құйып шығамыз. Егер де тимей қалған жерлер болса, қасықтың көмегімен жағып жібереміз. Тағы да шоколадымыз қатқанға дейін тоңазытқышта ұстайтын боламыз. 1 сағат, 2 сағаттың көлемінде. Шоколадпен бірге қатсын деп, әсемдігі үшін малина мен құлпынайды пайдаландым. Егер де бұл жоқ болса, міндетті емес, тек әсемдігі үшін. Міне тоңазытқыштан алып шықтым. Менде шоколад қатты қатпапты. Сондықтан шоколадтарыңыздың толықтай қатқанын күтіңіздер. Менде балалар шыдамағандықтан бірденнен алып, кесіп көрсетіп жатырмын. Дәмі өте керемет болып шыққан. Малинаның кішкене қышқылтым дәмі бар, және де шоколадтың молочный дәмі бар, және де сгущенканың дәмі бар. Барлығы үйлесін тапқан, өте әдемі болып шыққан. Егер де жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Міне екінші рет кесіп көрсеткенім, шоколад толықтай қатқаннан кейін өте әдемі кесіліп жатыр.
Егер де видео рецепттерім ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.